Сәлем достар, видео басталмай тұрып, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. 1,5-2 жас балалардың күтімі. Сәбидің сізбен сөйлесіп, талаптарын назардан тыс қалдырмаңыз. Оған өзіңіздің сүйіспеншілігіңізді көрсетіңіз және оның толысына шек қоймаңыз. Сәбимен жылы шыраймен сөйлесіңіз. Қарапайым сөздерді қолданыңыз. Заттардың атаулары мен адамдардың есімдерін атаңыз. Сәбиге керек болған заттардың аттарын сұраңыз. Сәбимен жиі ойнаңыз. Ойын үстінде де бала көптеген жаңалықтармен таныссын. Ойнап оңай мәселелерді шешіп үйренсін. Қосымша тамақ рецептері. Көкөніс езбесі. Жуылған және ашылған көкөністерді, мысалы, орташа сәбізді 1-2 бөліктерге бөліп, дәл осындай қылып, кәді немесе асқабақ, пиязды кесілген 2 дөңгелегін ұсақтап тураңыз және аз ғана сумен 10 минуттай қайнатыңыз. Орташа картоптың 1/3 бөлігін тазалағаннан және ірі туралғанын қосып, дайын болғанша 30 минут қайнатыңыз. Ыстық үккіште немесе шанышқымен бүгіңіз. 2 ас қасық ыстық сүт, 1 шай қасық ұнмен араластырылған 1 шай қасық сары майдың қайнатыңыз. Дайын болған езбені 1 шай қасық өсімдік майын қосып, жақсылап араластырыңыз. Тамақтану бойынша кеңестер. Сіздің сәбиіңіз таңертең ас, түскі ас және кешкі асқа сізбен бірдей отбасы дастарханында ішеді. Сәбидің үлесін ет, бауыр, балық, бұршақ дақылдары, әр түрлі көкөністер, балдыр көкөністер және жемістер болу керек. Сәбидің күнделікті тамақ мөлшері. Енді сәби ас ішкізу кезінде 300 мл, шамамен 2 стақан тамақ беріңіз. 2 қосымша тамақты беруді тоқтатпау керек. Көкөністер айранмен, тәтті нан, бауырмен және етпен пісірілген. Самса, қаймақ қосылған құймақ. Тамақ беру тәртібінің бұрынғы қалады. 3 негізгі тамақ отбасы дастарханында, 2 қосымша тамақ беру, көкөністер, май, жағылған нан және айран, ет, самса, қаймақ қосылған құймақ, сүзбе. Сәбиіңіздің күнделікті тамақ үлесіндегі дамып келе жатқан организмдерді міндетті түрде қажетті барлық дәрумендер мен минералдардың негізгі көздері болу керек. Сіздің сәбиіңіз ет, бауыр немесе балықты майдаланған немесе үккіштен өткізілген аз деңгейдегі аптасына 3-4 рет жеу керек. Бұл тағамдардың қоспалары баланың темір жетіспеушілігіне, анемия қорғайды. Бұршақ, көкбұрыш, жұмыртқаның сарысы да темірдің маңызды көздері болып табылады. Сәбиіңіздің күнделікті тамақ үлесіндегі сүт өнімдерін айран немесе сүт, сүзбе, ірімшік, йогурт болуы керек. Бұл тағамдардың кальций көп, сондықтан баланың өсіп дамуына жақсы әсер етеді. Сәби күн сайын қою ботқа түріндегі астың тұқымдарын, қара құмық, күріш, үлпектер, жегер және ұнтақ жарма қабылдау керек. Бұл жастағы баланың әр күндік ас үлгісі минералдарға және дәрумендерге негізгі көз болатын көкөністер мен жемістері құрау керек. Сондықтан қатар көкөніс езбелерімен қосылған өсімдік майы да артық болмайды, себебі оның
құрамындағы қанықпаған майлы қышқылдар болады. Көкөністер қою көже немесе борщ түрінде беруге болады. Тамақты әзірлеу кезінде тек йодталған тұз қолданыңыз. Құрамындағы йодты сақтау үшін тұздың күн көзіне тигізбей жабық ыдыста ұстаңыз. Сәби енді көп нәрсені істей алады. Жүру, өрмелеу, жүгіру, сатымен көтерілу, аталған заттарды немесе суреттерді көрсету, сөз тіркестері мен сөйлемдерді айту шамамен 15 айдан бастап. Қарапайым нұсқаулықтарды орындау, заттардың түстері мен пішіндерін айту, қарындаш немесе бормен үйректер жүргізу, өз бетімен аяқ киім киюді тырысу, текшелер мен домалақтармен ойнау, қарапайым оқиғалармен айту және өлең айту, басқалардың мінезін құлқын еліктеу, өз бетімен тамақ ішу. Дені сау 2 жастағы бала осы айтылғандардың біразын жасай алады. Егер сіздің сәбиіңіз олардың біреуін істей алмаса, қауіптенбеңіз. Әр баланың дамуы әртүрлі. Медицина қызметкеріне жолығыңыз. Сәбидің қоршаған ортамен таныстыру мүмкіндік беріңіз. Айналаға қызыққа толы ғой. Ол әр секундта сайын ақпараттарды қабылдап алуға дайын тұрады. Осындай жарық дүниеде сәбиге ойын барысындағы ұсыныстар, серуендеу шығу, тамақ әзірлеу кезінде, автобуста және қонақтарға барған кезде баламен ойнап жүріңіз. Ойнау кезіндегі міндетті түрде сөйлеу жүріңіз. Ол енді сіздің жауап бере алады. Көбінесе бала бір сөзбен тұтас ойын білдіреді. Мысалы, тала сөзі бұл сізбен бірге серуендеуге келгісі келеді. Бұл жастағы балалар есте сақтау қабілеті өте жоғары. Ол өлеңді, тақпақтарды тез жаттап алады. Мәтіннің әуенінің ырғағымен оның баурап алады. Сәбиге оның сүйікті әуенін қойыңыз. Жақпағын үйретіңіз. Сәби енді дұрыс жүре алады. Жақын арада ол құламай жүруге үйренеді. Бала басқа балалармен ойнап бастайды. Оны құрбы құрдастарының ортасына қызықтырады. Сәбидің құрдастарымен араластыру мүмкіндік беріңіз. Оның алғашқы достары пайда бола бастайды. 2 жастағы аяғына қарай сәбидің 20-ға жуық сүт тісі шығады. Бұл тістердің бірнеше жылдардан кейін түсіп қалатындығын қарамастан, олардың оны сау күйінде ұстаудың маңызы зор. Ол баланы аурудан құтқарудың қана қоймайды, сонымен қатар өмір бойы тісін тазартып, өз денсаулығына ұқыптылықпен қарауға үйретеді. Сәбиге шөткені қалай ұстау керектігін, оған сықпасын қалай қолдану керектігін көрсетіңіз. Бастапқы баланың өзі қолыңызға алып, тісін бірге жуып тазалаңыз. Кейіннен бала өздігінен тазартуды үйрене бастайды. Тісі сау болуы үшін тамақта кальций қажеттілік мөлшері болу керек. Бала ағзасындағы кальций жетіспеушілігі алдын алу үшін балаға сүт өнімдерін көбірек беріңіз. Сіздермен болған мен Асия. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.